Құрметті шараға қатысушылар, менің есімім Исламбек Дастан. Мен Жамбыл облысы азаматтық альянсы заң тұлғалар бірлестігінің басқарма төрағасы болып келемін. Біздің шақыру деді. Енді бұл конференция Zoom платформасы арқылы жүруде, запись жүріледі, және бұл запись әлеуметтік желіге қандай мәселе көтерілді, не айтылды, бәрі салынып, бұқараға ашық, жария түрде жеткізетін боламыз. Бүгінгі шарамыз Жамбыл Civil Hub жобасы аясында ұйымдастырылған үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерін халықтық дипломатия орталығы тақырыбына арналған онлайн кездесуімізге қош келдіңіздер. Негізгі басты себеп Жамбыл облысы әкімдігінің ақпарат және қоғамдық даму басқармасы және азаматтық бастамаларды қорғау орталығының гранттық қаржыландыру негізінде жүзеге асуда. Сол үшін де біздің негізгі осы өткізуімізге осы грант қаржыландыру басты себеп болып тұр. Жамбыл Civil Hub жобасы Жамбыл облысында үкіметтік емес ұйымдарына арналған өңірлік ресурстық орталық. Осы жоба аясында қазіргі таңда үкіметтік емес ұйымдарға арналған кәсіби құқықтық консультациялық көмек жүргізіліп, білікті тренерлердің қатысуымен үкіметтік емес ұйымдарды жабу және есептіліктерін дерекқорлар базасына тапсыру, мемлекеттік тапсырыстар мен гранттарға қатысу туралы онлайн форматта сабақтар өткізіліп келе жатыр. Сонымен қатар жоба аясында әлеуметтік желілерде тұрақты негізде Жамбыл облысының азамат қоғам саласындағы жаңалықтар мен жетістіктер ұйымдардың қызметі мен жобалар туралы ақпараттар жарияланады. Онлайн кездесу мемлекеттік және ресми тілдерде жүргізіледі. Сұрақтарыңыз бен мәлімдемелеріңіз үшін екі тілде қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар кездесу барысында көкейде жүрген сұрақтарыңыз болып, чатта жазып сұрақ қою үшін қол көтеру функциясын пайдалансаңыздар. Әр пікірді тыңдап, ортақ шешімдер мен ұсыныстарды талқылауға бар күшімізді салайық. Кездесуіміздің алғы сөзін құрмет ордені, ерен еңбегі үшін, Қазақстан Республикасының және оның астанасының дамуы мен қалыптасуына елеулі үлес қосқаны үшін, Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару дамуы мен қалыптасуына қосқан елеулі үлес үшін және басқа да мемлекеттік наградалардың иесі Қазақстанның халық дипломатиялық орталығы қоғамдық қорының директоры, Қазақстан азаматтық альянсы заң тұлғалар бірлестігінің президенті Бану Ғаниқызы Нұрғазиеваға беріледі. Бану Ғаниқызы, сіздің звугыңыз қосылмай тұр. Техникалық ақаулықтар. Вот тұрады, Таразда күн жылы дейін. Астанада қар. Таразда осы 2 күн бұрын қар жауды. Бірақтан оған қарамастан жақсы ауа райы бізде сақталып тұр. Бану Ғаниқызы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздер жақсы көріп отырайын деп отырмын да. Үлкен бүгін өзі бір кешке жақын біздің Москваға ұшып кетуіміз керек еді, бірталай адамдар. Сол үшін деген мен жерде жан талас болып жатырмын. Жұмыста болдым, жұмыстан келдім. Енді қазір үйге келіп, үйден осы жерден сіздермен сөйлесіп, содан кейін жолға шығамын деп отырмын. Енді жаңағы біріншіден, қазір мен 1 минутына жаппаған документтер бар екен, жаба салайын. Енді бүгінгі сіздің тақырыбыңыз өте қызықты. Неге десеңіз, біріншіден, Исламбек, мына халық дипломатия деген әңгіме бүгін барлық жерде естіліп жатыр. Ол не деген сөз? Ол қайдан шыққан былай ұғым, халық дипломатия? Біз дипломаттарды білеміз. Дипломат деген ол жаңағы көбінесе посольстволарда істейді, өздеріңіз білесіздер. Немесе жаңағы біздің шет жұмыстармен не қылатын министрлік, былай айтқанда. Ал енді қазіргі заманда, қазіргі кезеңде халықтық дипломатия деген бұл халықтар мен мәдениеттер арасындағы қарым-қатынас түсінікті көбінесе орнататын, халықаралық мәселелерді шешу процесіне қосылатын деп айтуға болады.
мына біздің айтқан мына Қазақстанның азаматтық альянсы өзінен өзі осысын құру учредитель ретінде бірталай саясат айтуға болады. Енді бүгін мен қуанып отырмын. Бұл жерде жаңағы Талғат, біздің бауырымыз Талғат Бегемет, сіз осындасыз ғой. Енді мына жерде жазылып тұр, қазір енді үлгермейтін шығар. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, Талғат? Талғат Калиев, бұл жаңағы біздің институт, өздеріңіз білесіздер, қарым-қатынас, мына как раз осы этносаралық сараптама жасайтын, одан басқа да тағы бір 3 адамдар осында, ол үшеуі де қатысып отыр. Мен Исламбек айтқандай астышылы ғой, Исламбек, иә? Учредитель ретінде, соның ішінде біреусі біз Қазақстанның азаматтық альянсы учредитель болып, осыны былай айтқанда қазір шығарып отырмыз. Неге десеңіздер, бұның ар жағында жаңа айтқандай саясат қазақ елі барлық жерде өздеріңіз білесіздер, үлкен жұмыстар жасап жатыр. Мен енді бүйтейік, қазір бір тапсырманы жұмыс жасай беремін осы жерде отырып. Соны Исламбек рұқсат болса, бірінші сөзді мына жерде өзің кімге берейін деп едің? Маған, содан кейін кімге? Мен осы кіргенім, осы үйге кіріп келгенім ғой, жаңадан қосып үлгергенім сол. Талғат Бегімұлына келесі сөз Онда кезегін Талғат беру. Бегімұлы, өзіңіз айтып кетіңіз, кім ол Талғат Бегімұлы? Бұл кездесуіміздің баяндамашы, саяси ғылымдардың кандидаты, жыл саясаттанушы номинациясының лауреаты, қолданбалы этносаяси зерттеулер институтының директоры, Қазақстанның халық дипломатия орталығы қоғамдық қорының құрылтайшысы Талғат Бегімұлы Қалиевке сөз беріледі. Қайырлы кеш, рахмет. Жалпы халық дипломатиясы деген өте үлкен, ертеден келе жатқан бір институт. Оны өзі біздің қазағымыз сол ғасыр бойы білетін нәрсе деп ойлаймын. Бізде мынау жібек жолының бойында жатқан халық болған соң, біз жан-жақпен қарым-қатынаста боламыз да. Фарс елдерімен де, Қытай елдерімен, Еуропа елдерімен бәрімен қарым-қатынаста болып, біз қазір тілімізді зерттесек, біздің тілімізде әртүрлі, мысалы фарс тілінен келген бірталай орысша заимствование ғой, солар бар, көшіп келген сөздер. Қытай тілінен көшіп келген сөздер бар, араб тілінен көшіп келген сөздер бар. Оның үстінен біз солай жүріп, өзіміздің мәдениетімізді сақтап, өзіміздің сол дәстүрімізді сақтап жүрген халықпыз. Сондықтан біздің қазақ халқымыз өте көзі ашық халық болған еді. Соны қарасақ, қазір мен ойлайтыным, халық дипломатиясының ең басты шарты ол халықтың көз ашықтығы. Өйткені тек қана өзін ғана ойлайтын халық болатын болса, ол ешқандай халық дипломатиясын құра алмайды. Халық дипломатиясы неден басталады? Ол бірінші, егер бір жібек жолына қайтсақ, ол осы елдің арасындағы сауда, елдердің арасындағы қарым-қатынас. Сосын қазір мысалы, егер Жамбыл облысында өтіп жатқан іс-шара болған соң, сіздер өзі біздің қырғыз бауырлармен көрші болып тұрасыздар. Сондықтан біздің сол шекаратын халық күнде бірнеше рет шекараны жан-жаққа өтіп жүреді. Соның бәрі халықтық қарым-қатынас деп, халықтық дипломатия деп айтуға болады. Оның үстінен біздің мынау тілшілер бар, журналистер, сосын блогерлер бар, артистер жан-жаққа барып бір концерт береді. Олар да бір халық дипломатияның бір елшілері. Оның үстінен ең маңызды рөл біздің бизнеске жүктеледі. Өйткені біздің бизнесмендер жан-жаққа барып байланыс құрғанда, олар сол тұрақтылықтың, елдердің арасындағы қарым-қатынастың дамуында ең басты интересант болып шығады. Сондықтан сол өзі халықты дипломатия ең басты шекарадан басталады, шекарада тұратын тұрғындардан басталады. Сосын біздің ғалымдар, олар жан-жақпен қарым-қатынас құрғанда, өйткені ғалымдар жалпы шекараны мойындамайды. Ғалымдар жан-жаққа конференцияға барады, жан-жаққа дискуссияға қатысып, сол кезде олар да бір-бірінің мәдениетін танып, жан-жаққа өзінің мәдениетін тарататын
бір үлкен өкілдер. Сондықтан сол халық дипломатияның маңыздылығын арттыруға болмайды. Ол өте үлкен бір іс. Өйткені біздің жалпы сыртқы істер министрлігінің істеп жатқан істер әрине үлкен, бірақ егер шын өзі халықаралық достықты айтатын болсақ, халықаралық достық сол халықтың достығынан басталады. Шын халық, сол халықтың өкілдері бір-бірімен тікелей байланыста болу керек. Сондықтан сол халықаралық дипломатия деген, халықтық дипломатия, ол осы кішкентай сол бір қадамдардан басталады. Айтарым сол. Рахмет. Ал енді тағы осыған қоса айтатын болсақ, жаңағы Талғат Бекбұлы бастап берді. Талғат Бегович, здесь сегодня можно говорить на орысша да, қазақша да, әртүрлі. Көбінесе қай тілде или бәрібір екі тілде сөйлей береміз бе? Енді мына жерде айтайын дегенім, жаңа сіз бастадыңыз ғой, мына ұлы жолы деп. Бір ұлы жолы деген айтқан кезде жібек жолы. Жақында ғана мен Тәжікстанда болдым. Осы тақырып бойынша үлкен, былай айтқанда, шара өтті. Шара болғанда жаңағы мына қазір мына Ресей бастап Ассамблея народов Евразии и Африки деген үлкен ұйым құрылды. Ол жерде жаңағы мен де соған кірдім. Біздің мен енді кіргеннен кейін альянстың да кіреді деп айтатындай. Енді болашақта сол жаққа әріп, соның арқасында мен жаңағы Индияда болдым, Өзбекстан, Тәжікстан, басқа Ресейде әртүрлі нелерде болдым, әртүрлі өңірлерде. Сонда болған кезде көбінесе сұрайтындары, бұлар енді қазір бір кезде біз бәріміз бір мемлекет болғанымен, қазір бәріміз өзіміз бір үлкен жаңағы мемлекет, тәуелсіз мемлекет, өзіміздің мәдениетімізді дамытып жатырмыз, тілімізді, басқа да жағдайларды көп нәрсе. Енді сол кезде жаңағы біздің мына мәдениет саласында алатын болсақ, осы қай жерге барсаң да ең бірінші өздерінің мәдениетін көрсетеді. Мәдениет деген ол түрлі шаралар, фестивальдар, конкурстары бар, басқалары бар. Енді біздің мына осы 4 учредитель деп айтқан жасап жатқан халық дипломатияның орталығының біреусі жаңағы отырған осы жерде қатысып отыр ма? Біздің қазір Бақыт Рүстемов ағамыз бар ма осы жерде? Ол кісі жаңа кіріп еді. Да. Енді сіз кірген, айтыңыз, Банугане сіз туралы айтып жатыр деп. Мен айтайын дегенім, қазір. Бақыт Рүстемов деген бұл жазушы, танымал жазушы. Бұл кісіні барша жаңағы бұрынғы жаңағы біздің былай айтқанда жанымыздағы көршілес мемлекеттер ғана емес, анау Европадағы мемлекеттер шақырып сөз береді. Біз көбінесе өзіміз айтады ғой, өзімізде әлгі орысша айтқандай в своем отечестве пророков не бывает деп, басқа жақтан іздейміз мықтыларды деп. Ал енді шынымен де Бақыт ағамыз қайда барса да танымалы, жаңағы сол кісіге деген үлкен сый құрметпен Ол кісі кірді. міне кіріп отыр. Енді Бақыт аға, сөз сізге берейік. Неге десеңіз, өзіңіз бір ауыз сөз айтып, я хотела бы, чтобы вы рассказали, почему вас приглашают. Вы давно уже являетесь кавалером. Вот в Узбекистане специально внедрили даже знак, значит, нагрудный, который называется, так и называется, халық дипломаты деп. Енді біз де соған бара жатырмыз, мүмкін біз де сондай жасаймыз. Негізі халық дипломат деген жаңа халықтың араларында, түрлі басқа халықтардың арасында да біздің халықпен бірге көршілес қана емес, басқа жерде көршілес, тем более жақын болу керек. Біз бір-бірімізге мәдениетімізді, өзіміздің салт дәстүрімізді, өзіміздің жаңағы қай жағынан алсақ та жетістіктерімізді жеткізуіміз керек. Бақыт аға, сіз өзіңіз қазір Бануғани қызы, мен Бақыт ағамызға кездесуіміздің келесі сөз кезегін 17 елдің құрметті жазушысы, Ресейдің алтын қалам ұлттық конкурсының жеңімпазы, жыл жазушы номинациясының иегері, публицист, Қазақстан халықтық дипломатия орталығының қоғам қорының құрылтайшысы Бақыт Төлегенұлы Рүстемовке сөз берейін. Саламатсыздар ма? Естіліп жатыр ма? Естілуде. Так, маған қысқаша мәселемізді айтсаңыздар, қандай тақырып болып жатыр?
халық дипломатия дегеніміз не? Не үшін керек халық дипломатия? Неге жер бетінде қазір халық дипломатияға көңіл? Енді біз айтып отырмыз, ғасыр бойы халық дипломатия болған. Бірақ қандай болғанымен, бірақ бүгін бұған маңызды ретінде көріп, бұған ерекше, былай айтқанда, бәріміз мән беріп жатырмыз. Осы бүгін Жамбыл облысында осы тақырыпта жаңағы үкіметтік емес ұйымдар жиналып, бұл не ол халық дипломатия деген? Кім оған кіреді? Кімді халық дипломат деп атауға болады деп осы жөнінде, тақырып осы жөнінде. Сізді бәрі, мен жаңа айтып жатырмын, сізді танымайтын, қайда барсаң да, Өзбекстанға барсаң да Бақтаға деп тік тұрады, Тәжікстанда да, Ресейде де, мен барған жерде де айтайын, өз көзіммен, өз құлағыммен көрдім, сізді сый құрмет сізге жасап жатады. Осы ненің себебі? Осы жағында айтып кетсеңіз, қалай бір-бірін елдерді біріктіресіз? Европаға да сізді шақырып жатады, бәр жаққа, Африкаға да шақырып жатады. Осы жөнінде айтып кетсеңіз. Аллаға шүкір. Енді негізгі мақсат бізде ұлтымызды таныту. Ал енді білеміз ғой, бізде екі бағытта дипломатия бар. Біреу мемлекеттік, біреу халықтық дипломатия. Енді мемлекеттік дипломатия туралы айтпай қоямыз, халықтық дипломатия туралы айтатын болсақ, қалай мемлекеттік дипломатия мемлекетіміздің саясатын, ұлтымыздың мәдениетін, тарихын, Қазақстанымыздың халықтар достығына қосып жатқан үлесін мемлекеттік дипломатия өз жолыменен орналастырып жатса, ілгерілетіп. Ал енді осыны халықтық дипломатия ары қарай жалғастырып, мемлекет басшысымыздың инициативасының арқасында мына соңғы жылдары 17 жылдан бастап Өзбекстанның президенті Мирзиёев бастады Астанада осы халықтар достығының орталығын құру жөнінде. Оны Орталық Азия мемлекетінің, 5 мемлекетінің лидерлері қолдап, соңғы 4-5 жылдың ішінде үлкен жұмыс істеп жатыр. Ал енді көштің алдында әрине өзбек бауырларымыз жүр. Ал енді олардан қалыспай біз келе жатырмыз. Мына Бану Газиевна, өзіңіз басқарып келе жатқан азаматтық альянс, басқа да қоғамдық бірлестіктер. Жалпы мақсат мемлекеттік дипломатия қалай биік деңгейде келе жатса, осы достастықты жалғастыруда әлемге ұлтымыз танытып, халықтық дипломатияда кем қалмай, оның қайта істелінбей жатқан жерлерін толықтырып отыратын халықтың атынан қатысып, кім кіреді бұған? Бұған қоғамдық ұйым кіруі мүмкін, бұған жеке адамдар да кіруі мүмкін. Ол жаңағы әркімнің істеген еңбегіне байланысты. Бұны түсініп, сөйтіп өз бағытына алып жасап жатса. Жеке адам да халықтық дипломатияның мүшесі болуы мүмкін, аталуы мүмкін, халық дипломаты деп. Сондықтан, мәселен, біздің ғана үйімізді алатын болсақ, бізде де солай. Қаншама жеке адамдарымыз бар, көптеген тірлік жасап жатырмыз, бірігіп. Ал енді қоғамдық бірлестіктер бүгінгі таңда Қазақстанда өзіңізбен бірге бірігіп, осы халықтық дипломатияны өмірге асырып жатырмыз. Өзіңіз айтқандай, міне Тәжікстанда бірге болдық, Өзбекстанда, мен ана Қырғызстанға 2 рет шақырды. Басқа шетелдерде солай болып жатыр, барып келіп жатқан. Біріне бара аламын, біріне барамаймын. Білесіздер ғой, бізде тек бір осалдық жеріміз, оны енді бәріне белгілі. Мемлекет дипломаттары мемлекеттің қаржысымен жұмыс істесе, халық дипломаттары өз қаржысымен жұмыс істейді. Міне бұл деген әркім бола бермейді, бұл халықтың дипломаты или халық дипломатияның өкілі болып. Олына бірінші энтузиазм болу керек, патриотизм болу керек ол адамда. Өзінің қаржысын шамасы келгенше осы халықтар достығына үлесін қосқан адамды халық дипломатия деп атауға болады. Халық дипломатияның өкілі деп атауға болады. Сондықтан осындай азаматтарымыз көбейе берсе, ұлтымыздың, еліміздің, мемлекетіміздің абыройын көтеруге, оны әлемге танытуға еңбек жасап жатса, шамасы келгенше әркім. Мәселен, үлкен ақша жоқ. Қарапайым адамдар да халық дипломатияға қатысуға жағдайы бар. Өз жүрген жерінде, ортасында
біздің жаңағы тарихымызды, мәдениетімізді өзіміздің арамызда да, өз елімізде халық дипломатиялық жұмыспен айланыса беруге болады, бір-бірімізге түсіндіріп. Мен бір кішкентай ғана мысал айтайын. 23 жылы мен әлемдік деңгейде әдеби байқау өткіздім. Білесіз, Сұлтан Бейбарыстың 8 жылдығына арнап. Сонда Сұлтан Бейбарысты әлемнің ақын жазушыларына, 60 мемлекеттің ақын жазушылары қатысты. Сол әлемнің ақын жазушыларына таныстырам деп күйіп пісіп жүрсем, бір рет сөйлесіп жатсам, сөйтсем, өзімнің қазағым білмей отыр Сұлтан Бейбарыстың кім екенін. Көріп отырсыз ба? Сондықтан оказывается біз алдыменен жаңағы өзіміз жақсылап түсініп алуымыз керек халықтық дипломатия не екенін. Бұл қиын емес, қиын мәселе емес. Тек түсіндіре білуіміз керек те, оларға жеткізуіміз керек. Негізінде былай қарасақ, әрбір қазақтың азаматы халық дипломатияның өкілі болуға лайықты. Тек бұған жаңағы өзіңіз сияқты басшы керек, біз сияқты қосшы керек, қолдайтын сіздерді сөйтіп айналамызға түсіндіре берсек, біздің халық дипломатиямыз, мәселен, деңгейі анау батыс елдерінің, Америка елдерінің кем болайын деп отқан жоқ. Ол енді халық дипломатия деген не? Бұл әрбір мемлекеттің азаматтық қоғамның деңгейін көрсетеді. Қай деңгейде отыр азаматтық деңгей? Қалып кетті ма? Жоқ. Озық азаматтық деңгей. Мына батыс елдерде білесіздер ғой, сәл бірдеңе болса, халық шыға келеді. Заң бұзылса, болмаса біреуді өлтіріп қойса, бәрі біргелесіп, негізінде сонда не? Тәртіпке көңіл бөлу елінде, халқының арасында бір-біріне жәрдем беру, қолдау, бірлікті көрсету, тірлікті көрсету. Мына сол азаматтық қоғамға әрине бірінші жетуге жәрдем беретін билігімізге бұл халық дипломаттары. Өзіңіз сияқты, біз сияқты, мына қатысып отқан жастарымыз, осылар сол белсенділігін арттырса, әрине біздің қазақты танымайтын әлем болмайды. Ол тек Бақыт Рүстемовті ғана қазір танып атқан болса, сіз айтқандай. Ал енді бір жарты жыл, бір жылдың ішінде осылай жақсылап істеп отырсақ, облыстармен сөйлесіп отырсақ, жастарымызға түсіндіріп отырсақ, кішігірім семинарларымызды өткізіп отырсақ, мен ойлаймын, біздің жастарымыз өте білікті, білімі де күшті. Тек бұларға көрсете білу керек, ұғындыра беру керек. Менің тілегім сол. Құда қалса аман болайық, сау болайық. Менің тағы бір мероприятиям бар еді, соған мына модераторға айтып едім, мен енді көп ұстап қойыңдар. Тағы бір кездесуім бар. Шетелден маған қонақтар келіп жатыр, как раз Қырғызстаннан. Именно халық дипломатияның өкілдері, волонтерлар келіп жатыр 2-3 күннен кейін. Арнайы соған енді міне орын іздеп жүрмін. Анда жазып, хат жазып, мында жазып, мүмкін өзіміздің жаңағы сізге азаматтық альянсқа барып, бір жарты сағатқа, бір сағат орын бересіз ба деп сұрап қалу мүмкін, жағдайға байланысты. Нет звука. Бақтаға, біз қуана қабылдаймыз сізді. Қашан керек? Қазір десеңіз, қазір ашып береді сізге, бәрі жұмыста отыр. Мен қазір жұмыстан кетіп қалдым. Бүгін жол жүрем, Москва жаққа кетем ары. Енді сол үшін деген жаңа қашан керек сізге? Ертең керек пе? Бүгін керек пе? Ол бізде 20-сына керек, бір-ақ күнге. Қашан, ешқандай мәселе жоқ. Сіз маған WhatsApp-қа жазсаңыз болды ғой. Сол осындай күнде, осындай уақытта біз жиналсақ десеңіз, бітті, бәрін сізге дайындап күтіп отырамыз, келсін. Біз де танысайық, сіздің келіп жатқан волонтер, анау Қырғыздан келіп жатқан бауырлармен танысайық. Ол дұрыс, сөйту керек. Керек болатын болса, азаматтық альянстың офисі, ол барлық қайбір үкіметтік емес ұйым, Жамбыл облысынікі болсын, анау бір ауылдан болсын, қай жерден болса да, енді осында бір нәрсе өткізейік Астанада деген кезде, біздің жеткенше енді біз керемет үлкен деп емес, бірақ өзіңіз білесіз Бақтаға, бірақ ол жерде барлық жағдай жасалған, бәрі бар. Зумында қосып береміз, онлайн болса, офлайнда қосып береміз келген адамдарға. Енді түк тегі жоқ болғанда да бір шыны шай беретіндей жағдай бар, басқасын не қылмасақ та, қазан ет аспасақ та дегендей. Айтады ғой, бидай сөзің бар болса, аршықта адам түсінеді деп. Сол сияқты, енді Бақтаға сол үшін жаңа қонақтарыңыз күтіп алыңыздар. Ал енді 20-сында болса, 20-сы, мен 20-сы күні қайтып келем, түнде таңертең. Түнде келем ғой. Енді өзім қатыспасам да, бірақ ол жерде Мұрат та бар, басқалары бар. Қайсысы болса да, мен айтып қоямын, осылай келеді. Бәрін көмектесіңдер өткізуге деп айтамын. Жереме? Қанша адам не деп айтсаңыз болды. Жақсы, жаңағы менің бір көмекшілерім
бір жерлермен сөйлесіп жатыр еді. Егер ол жер болмай қалып жатса, онда как обязательно сіздерге хабарласармыз 19 күні. Бізде бәрі тегін, ешқандай мәселе жоқ. Сол үшін өзіңіз сол жерге келіп, отырып, әңгімелескенге жағдай бар. Зумнан қос десеңіз, зумнан қосып береміз, ағайындарын қос десеңіз, сол жерге жүрген. Сіз 20-сына күндіз боласыз ба, жоқ кешке келесіз? Болам. Күндіз 20-сында боласыз ба? Құдай бұйырса болам дейді. Ну, Құда қаласа. Иә. Алла жақсы. Бақыт Рүстемұлы, сізге көп алғыс, келіп уақытыңызды бөлгеніңізге. Сіз бір өлеңіңізді оқып берсеңізші өзіңіз, енді сіз бәр жерде оқисыз, Тәжікстанда оқысыз, Душанбеде оқыдыңыз, Ташкентте. Бізге де мына біздің жігіттерге бір өлеңіңізді оқып берсеңіз, қай тіл десеңіз өзіңіз біліңіз. Мен ана бізде партия бар ғой, табиғат дей ма, байтақ деген. Хабарыңыз бар ғой. Бар хабар. Жақында мероприятие өткізді. Иә. Сөйтіп енді аға, сіз енді біраз тілек айтып жатыр, енді адамдар менен жасы үлкені де бар, жасы да бар. Сіз енді бір бата беріңізші деп сөйтті маған. Бата беріңіз. Қазір енді көп ақсақалдар бата айтады ғой. Көбісінше жаттап алады ғой. Әдемілеп тұрып тақылдап, оқушылар тақпай айтқандай айтып береді ғой жағы. Анау болсын, мынау болсын деп. Мен енді ана Байтақтың жағы партиясының төрағасына айттым. Айналайын, мен жаттанды емес менікі. Мен өзім жазып келіп ем, арнап соны оқып берейін сендерге дедім. Ой, ол жақсы болды ғой деп сөйтіп мен жаңағы міне бірінші рет кездесіп отырмыз ғой бұл. Мен өз басым сізбенен, жастарменен, халықтық дипломатия өкілдерімен. Исламбек, осы Жамбыл облысының жаңағы қосшысы, басшысы, жаңағы мына Исламбек Дастанұлы азаматтық альянсын басқарады сол жерде. Сол шақырып атқан, айтып отырған жастарды басқарады өзі. WhatsApp'та хабарласқан кезде байқадым. Молодец, жұмысы алға баса берсін. Міне осындай азаматтарымыз ұлтымызды, халқымызды өзімізге таныстырып, бір әлемге таныстыратын азаматтардың бірі. Мына бір қарындасымыз, қызымызды көріп отырмыз, ана тағы бір баламызды көріп отырмыз. Табысты бола берсін жастарымыз. Ал енді менің мына жаңағы айтты, өлеңнің орнына мен батамды берейін. Осы біздің қазақтың халықтық дипломатиясы шынымен ақ өзбектің халықтық дипломатиясынан кем болмай, ілгері жолда жүре берсін. 4 ауыз сөзімді айтып берейін онда, жазған. Жаңағы бата беріңіз деген кезде айтқаным ғой, бірінші 2 сөзі шумағы халықтікі, қалғандары өзімдікі. Сұрасаң бата берейін, істен болсын мерейін. Көк жалауым желбіреп, желпілдесін үлбіреп. Ауылда мал көп болсын, жерімде жұрт жоқ болсын. Жастарым өсіп өркендеп, елімде жұмыс көп болсын. Халқыма өмір бере көр, бай бақуат ете көр. Адалдық пен әділетті ұлтыма нәсіп ете көр. Әлем танып қазақты, тұғырын биік ете көр. Аумин. Аумин. Осы 5-6 сөз, бірақ жүректен шыққан өзім жазған бата бұл. Рахмет үлкен, Бақтар, рахмет үлкен. Енді сөз кезегін. Я хочу следующее слово предоставить председателю благотворительного общественного фонда «Мир и согласие», директору Академии лидерства и риторики, соучредителю корпоративного фонда Центр народной дипломатии Казахстана, исполнительному директору международных маршей и караванов мира и согласия по 17 странам Азии, Европы, Ирана, Индии и Ближнего Востока Руслану Шавкатовичу Абдуллину. Үлкен рахмет. Ну, прежде всего, саламатсыздар ма, құрметті азаматтар, от всего сердца. Хотелось, Исламбек Дастанулы, поблагодарить вас за то, что вы собираете вот такой форум, где есть возможность всем обсудить, рассказать, свои мнения высказать, принять какие-то решения. Бану Ганиевна, Бахыт Агай, Талгат Мырза, благодарим вас за то, что вот так мы все вместе смогли просто еще одну страницу жизни Казахстана открыть и запустить Центр народной дипломатии. И, конечно, Бахыт Мырза, ваша пота очень вовремя нужно, чтобы открывались все наши дороги. Улькен рахмет от всего сердца.
Дорогие друзья, вы знаете, в этом году наш Центр народной дипломатии Казахстана совместно с Центром народной дипломатии Узбекистана и Российской Федерации России, мы провели крупномасштабное мероприятие «Караван мира и согласия» по территории 5 стран. И, конечно же, было явно видно, что именно с позиции народной дипломатии рассказать о своей стране простому народу всех стран, по которым мы проводим эти мероприятия, это очень большое движение, очень большое действие, полезное и приносящее огромную пользу. И, конечно же, Бану Ганиевна, еще раз, пользуясь случаем, огромное спасибо за то, что вот так вот поддержали, двинули, запустили это действие. И, конечно же, наши друзья, партнеры из других стран, с центров народной дипломатии, конечно, они выполнили все обязательства, и поэтому, только поэтому караван мира и прошел вот так красиво и возвышенно. Ну и хотелось бы сделать вывод из всего этого движения. Дорогие друзья, мы входим в такое время, когда наше мероприятие приобретает международный масштаб. А международный масштаб без Министерства иностранных дел всегда очень трудно реализовать. К сожалению, при Министерстве иностранных дел нет сегодня отдела, нету департамента, который мог бы проводить и организовывать мероприятия международного характера общественных организаций. И настало это время. Настало время, когда мы должны выйти с такой инициативой к нашему президенту, чтобы был решен этот вопрос, и при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан был открыт отдельный департамент, который бы решал бы вопросы проведения организации международных мероприятий, общественных организаций. И, конечно же, этот вопрос требует хорошего рассмотрения, профессионального подхода, не так себе как бы не с бухты-барахта, а реально просмотреть этот вопрос, давать его и вынести. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз мы желаем всем уважения, желаем всем здоровья, благополучия, нашей совместной работы. И, конечно же, просим рассмотреть такой вопрос, такое предложение и сообща решить это нужное, благородное, нужное дело для организации общественных при проведении международных акций. Руслан Шавкатович, а где ваши шикарные презентации великолепные? Вы же не первый год, вы ездите по всем вот государствам. Причем, знаете, это люди, обыкновенные граждане, люди с активной жизненной позицией. Былай айтқанда белсенді азаматтар бәрі осы Руслан Шавкатовичпен бірігіп, бір мемлекеттен бір мемлекетке барады. Қайтып келгеннен кейін менімен кездесті. Біздің о zaman офисқа келді ғой. Сонда сөйлескен кезде мен таң қалып отырмын. Енді оларда орташа жаста, енді үлкен кісілер жоқ, көбінесе сол орташа жас немесе жап жастар, балаларымен, бала шағасымен барған. Сонда қай жерге бардыңыздар, Руслан Шавкатович, қай жерге биыл деген? Вы были сегодня қайда шықтыңыз? Шымкенттен шықтыңыздар ма? Жоқ, Астанадан шығып, сонан кейін машиналармен, өздерінің жеке басындағы машиналармен, бірақ алдын ала айтып, мен осындай бір жыл дайындалады екен, жақсылап тұрып. Соны мен ойлап отырмын, бұл вообще қызық. Біз азаматтық альянста осыны алсақ болады, бір осындай бір хотя бы стадий тур емес, а вот прямо машинный турмен шығып жүретін. Айтып беріңізші. Расскажите, Руслан Шавкатович. Да, вы знаете, мы попробовали, вот сейчас попробовали вот в этом марше провести структуру, чтобы просто любой человек, гражданин, мог на своей машине со своей семьей присоединиться. И у нас было 7 автомобилей, и из них 5 это были частные автомобили. И 5 семей приняли участие. Просто люди присоединились за свой счет, взяли свои семьи. Видите, совершать автопутешествие это не так просто, потому что везде какие-то границы, движения, прохождения. А здесь все централизованно решается. Здесь предварительно проезжается по всему маршруту, исполнительный комитет проезжает, готовит все структуры, форматы, встречи, места размещений, различные площадки, и бардовские песни, и фестивали, и народные гуляния, и посещение различных исторических мест, паломнических мест. И тогда люди, которые просто присоединяются, у них есть идеальная возможность
провести свои семьи и своим детям, показать вот эту красоту нашего Казахстана, показать красоту других стран. И сейчас, конечно, мы уже приступили к подготовке третьего этапа каравана мира и согласия Европа-Азия по территории 18 стран. И 14 из этих стран – это страны европейские. И, конечно, мы бы хотели показать культуру нашего Казахстана, показать его богатейший вот этот умственный, интеллектуальный потенциал. Мы провели сейчас провели эксперимент такой, пилотный проект запустили во время нынешнего каравана. И у нас около 3-4 спикеров выступили со своими мастер-классами, со своими тренингами. Вы знаете, действительно уровень наших казахстанских тренеров, коучей, он настолько высок, что в Европе мы просто, не хочу хвастаться, но мы на голову выше. И поэтому показать нашу силу, это тоже одна из наших целей и задачей. Ну а привлечение ремесленников, привлечение артистов, художников, привлечение молодежи, полностью раскрывает совершенно другой уровень. И народной дипломатии, Центру народной дипломатии Казахстана, это по силам, когда мы объединяемся, гражданский альянс, другие общественные организации. И вот тогда это будет настоящее движение народа от народа к народу. Вот это и есть главная цель, Да. смысл этого мероприятия. Руслан Шавкатович, если бы вы лучше, я забыла предупредить Исламбека, что если бы он видео показал бы, вот этот, который вы показали другим, вы знаете, когда в прошлом году был гражданский форум, азаматтық форумда, к сожалению, биыл бізді кішкене дұрыс болмай қалды да, қазмедиа орталығында өткіздік қой, ол жерде кіргізбейді екен, ана жасаған бөлек 11 этажға. 11 этажда сол жерде жаңағы осы халық дипломатия деген арқылы барлық келген шетелден келген адамдарды сол жерде жинадық, бастарын қостық. Бірталай адам енді сыйғанша кірді, бірақ көбісі көрмей қалды. Сонда ол жерде жаңа отыр ғой, түркмен, тәжік, өзбек, қырғыз, орыстар, әртүрлі осындай орталықтардың басшылары отыр. Сонда жаңа Руслан Шавкатович өзінің видеосын көрсетті. Біз уже қанша жыл болды, бірталай соңғы жылдары нелерін көрсетті, қалай барғандарын. Сонда отырған жаңағы жанында отырған ана Сабиров, Өзбекстанның халық орталығын, осында дипломатия орталығын басқаратын, қарасам, прям кішкене қызғанып қарап отыр да, қалай бұлар деген сияқты. Біз пока жасадық деп мақтанып отырмыз орталықта, бұлар деген уже аралап жүр. Ол жерде қазақтың флагымен, бәрнелермен, анау Шымкентте бір целый шоу жасап, ана жақта Жамбылға барған жоқ па, Исламбек, сендерге? Жоқ, мы перенесли третий этап. Шымкент, Өзбекстан, потом Өзбекстан, потом дальше где вы были? Қай жерде болдыңыз? Таджикистан, Душанбе, Худжанд, и дальше опять Казахстан, Бейнео, Атырау, и затем уже... Короткие сделали, да? Ага. А енді на самом деле вот этот даже караван мира и согласия деп қойдық оны. Мен бірақ мысалды келтірейін. Былтыр бір жылдың ішінде 2023 жылы 193 жерде, жер бетінде, былай айтқанда конфликті дейміз ғой, сондай жағдайлар болып атты. Тем более жай конфликт емес, ол нағыз соғыс болып атқан жерлер. Ал енді сонда осы жерлерде елдер барып, ол жерде жаңағы енді тура сол жерге бару керек емес, бірақ осы халық азаматтар, белсенді азаматтар, халық дипломаттары кірісіп, азаматтар деген бұл әңгімені басқалай шешуге болады ғой. Қандай керемет соғыс емес, оданша әлгі айтады ғой, ең бірінші кішкентай қарым-қатынасты дұрыс, мына арамыздағы мына мемлекет арасындағы сенім мен сыйластықты орнату үшін, мына мәдениет, білім, туризм, спорт, қай жағы ғылым және басқа да салалардың қайсысын алсаңыздар да ынтымақтастықты дамыту үшін осы халық дипломаттар күштерін салады. Жаңа айтып жүрген кезде, жаңағы мен бірақ мысал тағы келтірейін. Анау форумда қай жерге, Алматы облысына Исламбек бір топ жігіттермен кірпеген кезде, домбырасын бастаған кезде, асылы отырған Алматы облысының өздері бәрі таңғалып қалды ғой, қандай керемет. Бұл да бір облыстан бір облысқа келіп, міне біз Жамбылдың жастары келіп деп ойнаған кезде жаңағы шертіп домбыраны. Бәріміз таңғалдық. Бұл ойлаған жоқпыз. Сөйтіп
жаңағы Жамбыл мен Алматы облысы жақындады дегенде айтуға болады. Ал енді өстіп жаңағы мына неге баратын болсақ, міне биыл деген мүмкін осы енді қаңтар айы ма, сол жерде қаңтар, ол жерде иә қаңтар айында мүмкін Оралда осындай жиналыс болады, Исламбек. Сонда да сен таң қалдырып өзің жастарыңды алып келші сол жерге деген бір бәрін уже тік тұрғызайық. Сонда бұның өзі деген бір-бірімізбен аралас қарым қатынас күшейеді. Ал енді шетелге шыққан кезде халық дипломаттары деп айтамыз. Мына сендердің жанындағы қырғыз бен өзбектердің өздерінің арасында қанша мәселе, қай жерге барсаңыздар да. Сол үшін деген осы біріншіден өзіміздің көршілес мемлекеттермен, одан басқа мемлекеттерде де өзіміздің мәдениетімізді көрсетіп, мәдениет деген ол жалғыз кино, мәдениет ол сала білесіздер ғой қандай үлкен. Басқа жағына қай жағын алсақ та көрсетуге болады, айтуға болады, олар тартуға болады. Негізі барлық адамдарға ең былай айтқанда бізге не керек бәрімізге? Ең бірінші бейбітшілік керек. Бізге былай айтқанда сыйластық керек. Бізге арамыздағы сенімді өсіру керек. Қалай сенеді? Мен жаңағы мына Өзбекстандағы Сабиров, Қабылжан Қасимовичті бүгін тура бауырымдайға қабылдаймын. Қайда барсам да жүріп мақтаймын. Ал сол сияқты ол деген ондай кісі ешқашанда қазақ осындай деп айтпайды ғой. Неге десеңіз, біз соны арқылы бір-бірімізді тану арқылы одан ары араларымызды былай жақындатамыз. Осы жағына да көңіл аудару керек. Ал енді халық дипломатия деп жаңағы Руслан Шавкатович сіздің мына кадр бүгін бір көрсетпесеңіз де видеофильміңізді ссылкасын бәрін жіберсеңіз, мен деген сол немесе Исламбектің өзіне жіберіңіз. Оны өзі көрсетсе, сіздер мүмкін біртүрлі ой, мүмкін сіздерге де қосылатын шығар. Ол енді барған кезде одан ары былай жаңағы бағдарламасы толы, қызықты болады барған жерде елге көрсетуге. Енді қазір жаңағы халық дипломатиясы Қытайда. Бұны вообще былай айтатын болсақ, анау 13-ші жылда бірінші рет халық Си Цзиньпин айтқан, мына Қытай елінің басшысы. Өмір біз енді мына Қытай деп өзі туралы айтады ғой, сонда айтқан кезде мынау шанхайский дух деп айтады. Соны жаңағы бізде мына қарым қатынас өмір бойы қанша ел өмір сүреді, сонша уақыт осы былай айтқанда қарым қатынасқа біз жақынбыз. Осыны біздің арамызда осы халық дипломатиясын жаңағы көбірек былай айтқанда насихаттауымыз керек, жақындатуымыз керек деп сөйтіп елдерді елмен жақын болса, ешқандай соғысты, ешқандай нәрсе болмайды. Саясаткерлер ол бір, бірақ араларын жақындату керек деп, жақсы әңгіме жүргізу керек деп. Сөйтіп қазір үлкен жұмыстар істеліп жатыр. Енді халық дипломатиясы қазір орталығы Қытайда бар, бірінші ашылған Қытайда болды. Онан кейін Өзбекстандар ашты, одан Ресей ашты, Тәжікстан, сонан кейін Ресей былтыр, сонан кейін бізде былтыр осы 6 декабрь биыл бір жыл болады. Осында орталық құрып, бірақ қазір шын айтқанда кішкене мен де қазір қарастырып жатырмын, соны қалай соның жұмысын былай жандандыру керек екен, не істеу керек екен, қалай жұмыс жасау екен деп, оны да 29-ында бізде жиналыс болған кезде осы қарашаның Исламбек өзі қатысады, сол кезде бұл мәселені де көтереміз. Қалай оның жұмысын былай айтқанда алға тарту, не істеуіміз керек деп. Міне осы былай айтқанда мәдени алмасулар, білім беру бағдарламалары, спорттық шаралар, айта берсең көп қой. Ал енді соның арқасында экономика, бір мемлекет экономика жағынан да танысады олар бір-біріне. Содан кейін қазір енді былай айтқанда бәрі мемлекеттің несі емес қой, халық өздері бизнесте жұмыс жасайды. Бір-бірімен танысып, ертең өздерінің бизнестерінде мүмкін осында кетпей шықпаған заттар ар жағына апарып сатады. Ал енді біз қоғамдық дипломатия ретінде жұмыс жасауға үлкен үлес қосатындай жағдайымыз бар. Былай айтқанда. Енді қазір енді Исламбек, мен енді ойлаймын, бүгін енді былай айтқанда өзің де жақсы әлі жаңадан танысып жатсың, осындай істейік деп үлкен жұмыстарды. Мен де қазір ішінде асығып жатырмын, самолет күтпейді бізді. Тұра тұрыңыз, Бану Ганина деп жиналыс жасап жатыр деп. Сол үшін енді бұл жерде өзің де мына халық дипломатиясының мемлекеттік деңгейде жаңағы тұрақты қарым-қатынастың орнауына негіз бола алады деп бізде сөйтіп айтуға болады.
Сонан кейін мына Жамбыл облысы бірінші рет сіздер бірінші көтердіңіздер. Осы мәселені кішкене ретірек айтқанда мүмкін басқаша жасар едік осыны. Бірақ болашақта әлі жұмыс қазір бір шетінен бұл жақсы болды, сіздің осындай бізде өтейін деп жатыр шара, келіңіз дегеніңіз. Енді мен де осы халық дипломатиясын сен сияқты жаңа айтқандай әрбір өңірден бөлек кездесіп бірге шақырып, ал енді биыл, өзіңіз биыл емес ендігі жылы 2025 жыл толған бізде юбилейный былай айтқанда жыл болады. Азаматтық альянстың өзі 20 жылға толады. Жанымыздағы Ресейде общественная палата деген бар, оларда 20 жыл. Жанымыздағы НАННОУЗ деп айтады, не государственная, не коммерческая организация Узбекистана деп. Олар сол альянс сияқты, оларға да 20 жыл. Біз енді бәріміз қосылып, осы бірге өткізейік деп, жақында мен Москвада болдым, осы мәселеге қазір тоқтап жатырмыз. 29-ында қарашада келген кезде оны да біз ақылдасып сөйлесеміз. Бір шараларды соны Ресейдің жерінде, бірталай үлкен шараларды біздің жерімізде өткізейік деп сөйтіп келісіп жатырмыз. Сонда ол жерге көбінесе біздің үкімет, көбінесе емес, енді көбі сол біздікі болады ғой, енді Қазақстан өткеннен кейін оны ол жерге деген осындай үкіметтік емес ұйымдар, соның ішінде ең белсенді, ең мықты, оған да бұл конкурс жасап баратын адамдарға сондай бір ойларымыз бар деп айтқандай. Өзбекстан да көшті неғып жатыр, оларды көршілес ретінде бізде осындай өткізейік шараларды. Соны жылдың 2025 жылға қазір үлкен жоспарлар құрып жатырмыз. Міне айтып кететін болса осы. Бану Ғаниқызы, пікіріңізге рахмет. Енді жаңа сіз айтқан халық дипломатия, Руслан Шавқатұлының айтқан мәселелерінде бір айтта кететін бір мәселе. Осы Өзбекстанда Қазақстанның ұлттық құрамасы футзалдан чемпионат мираға қатысты. Сол кезде біз Жамбылдан болсын, Шымкенттен болсын, Қазақстаннан 10 мың адам бардық. Сол кездегі бір екі ортада бір Қазақстан мен Өзбекстанның арасындағы, халқының арасындағы кекілжің түгіл бір шыбын өткен жоқ. Неге өйткені екі президенттің қарым-қатынастығының дұрыстығының белгісі деп білемін. Өйткені шекарадан өткеннен бастап біз турист ретінде, құрмет ретінде жақсы қарсы алып, жақсы шығарып салған нәрсе, ол деген өте дұрыс нәрсе деп мен білемін. Есептеймін. Руслан Шавқатұлынан мен енді видеоны көргім келеді. Қалай аралаған, бізде де жастар бар. Сіз айтпақшы, осы 11-ші азаматтық форумда оңтүстіктің бәрінде болдық біз. Жамбыл облысы азаматтық альянсы оңтүстік филиалдардың барлық азаматтық форумдарда қатыстық біз. Толықтай ешкім жіберген жоқпыз. Әйтеуір өзім қатыспасам да менің жаңағы азаматтық альянсы мүшелері, жастары бар, бәрі қатысып, көтеріп бір командный дух берген. Ол біздің үкіметтік емес ұйымдардың арасындағы дипломатияны біз осылай жалғастырып жатырмыз деп мен есептеймін. Осы бүгінгі күні Талғат Бегімұлына, Бақыт Төлегенұлына, Руслан Шавқатұлына осы бүгінгі кездесуде сөз сөйлеп пікір білдіргеніне зор алғысымды білдіремін. Өйткені мен бұл іс-шараны өткізетін алдында мен вообще түсінген жоқпын. Халық дипломатия болды, не деген нәрсе болды. Олай Бану Ғаниқызы маған материалдарды жіберді, мына мәселелерді жіберді, міне осыны қарап таныс, ары қарай осы кісілер түсіндіріп береді. Содан кейін ойлана бастадым, оқи бастадым. Соның нәтижесінде бүгін осындай іс-шараға келіп ұласып жатыр. Бүгінгі күні үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерін халық дипломатия орталық тақырыбындағы онлайн кездесуіміз өз мәресіне жетті. Барлықтарыңыздың белсенді қатысып, құнды пікірлеріңізді ортаға салғандарыңыз үшін алғыс айтамын. Көптеген маңызды идеялар айтылып, бірқатар ұсыныстар мен шешімдер талқыланды. Бұл кездесу тек бастама екенін ескере отырып, бүгінгі пікірлер мен ұсыныстар алдағы жұмысымызға бағыт бағдар береді деп сенеміз. Біз халық дипломатия арқылы өзара түсіністік пен ынтымақтастықты арттыра отырып, үкіметтік емес ұйымдар арасында тығыз байланыс орнатуға үлес қосамыз деген ойдамыз. Баршаңызға жемісті еңбек, жаңа жетістіктер мен алдағы істеріңізге сәттілік. Бүгінгі онлайн кездесуді аяқтай отырып, әрбір қатысушыға тағы да үлкен рахмет айтамын. Келесі кездесулерде жолыққанша аман болайық, сау болайық, жақсы күнде жолығайық. Рахмет, сау болыңыздар. Үлкен рахмет, аман саулықта, жақсылықтарына кездесейік, сау болыңыздар.